Айтқаныңыздай, мен сіздерге айтқанда міне мына уребенмен подоконник қойып шықтық міне былайынан. Өйткені бұның астындағы темірде уребен болмайды. Сондықтан біз бұны аламыз да уребенге қойып шығамыз. Неге? Өйткені бұл түп-түзу шығу үшін терезе қойған кезде. Енді ары қарай кететін болсақ, мынаның сыртын міне сырты мынандай цемент болған, осындай цемент. Біз заказчиктің қалауы бойынша сыртын астын құйыптан барлығын қаптап шықтық. Мына жерге кондерщиктер кондер қойып кетті. Кондерін аккуратно бәрін шығарып қойдық. Мына жерге ертең кондер нелерін іледі. Сондықтан да мына жерде кондерға біз астына брус қойып, крепить етуіне меткі салып кеттік. Мынандай боковой, мына жағы сырты барлығы қапталған. Ары қарай түсіретін болсам, мына жеріңізге уребен қойдық міне мынайынан. Ертең мынаның ішіне утепление салынатын болады. Каменный плита, пеноплекс, фольга кетеді. Тағы да ары қарай түсіремін бұйырса, мына жақтардың барлығы қалай болатынын ары қарай сіздердің түсінікті болу үшін полды жасадық. Өткені міне полды 10 см, 5 см уребенге тоже қойып көтеріп жасалынады. Ертең мына жағын барын откос, артын барын жасайтын болса, оның барын тағы да